Сайына көшесі бұлай қарап Рысқұлов кетеді, бұлай қарап Рысқұлова көшесі кетеді. Сайына көшесі ашылды. Мосттың жоғары жағы Рысқұлов. Әлі толық берілген жоқ, бірақ жүруге рұқсат берілді. Жолды жүріп көрсетем. Бір жағынан жақсы болды. Ар жақтан момышымен айналып баратын едік. Әлі толық бітпеген мынадан көрінеді, мынандай жұмыстары бар. Жол тегіс емес. Әлі де бұның бетінен бір слой жүретін шығар. Бірақ жүретін болса, бордюрдің өзі қанша сантиметр? Жарайды, оны бізге керек емес. Мына жерде мосттар болады, адам өтетін. Енді бұл 7 жыл ма, 8 жылда енді бітті. Енді мақсатым жамандау емес. Жол салуды оңай емес қой. Есіктің алдындағы үйдегі стяжканың өзін неше жыл болды құя алмай жүргенімізге. Бірақ мемлекеттің жұмысына араласпай қойын. Жолды қалай біткенін көрсетейін дедім. Ана оң жақта қателеспесем София деген үйлер. Сол жағымыздағы қандай еді? Зерделі микрорайон. Мына жерде разворот. Осы жерден бастап жол нормальный, ар жағы тағы да асфальт құйылатын сияқты. Жаңа машина бір көтеріліп түсті ғой, байқалды ма? Видеода байқалмайтын шығар. Мына жерде міне. Оңға қарап Мөңке би. Ал тіке кететін болсақ, Бурындайға кететін. Қазір разворот жасап, қайтадан артқа қарап. Жерден Алматыны қарасаң қандай әдем көрінеді. Алматының камералары. Тікесінен Мөңке би, қайтадан Сайына көшесіне қарап бұрылып жатырмын. Бұл мост қой, разворот. Жолдың арғы бетімен келдім, енді қайтып бара жатырмын қалаға қарап. Мына жерден оң қарап кететін болсаң, жаңа ғана машиналар сияқты, Зерделі микрорайонға қарап кетеді.
жүрмегеннен кейін ана жақта тағы разворот бар. Жүрмегеннен кейін түсініксіз қалдым, мына қандай үйлер. Оның ар жағы Дарабоз микрорайон. Тура осы жолдың үстінде мына сияқты высоковольтный нелер бар еді. Столбылар, қалай деп айтылады. Мына оның сымдары әлі толық бітпеген. Жолдың шеттері әлі бітпеген. Жол салу оңай емес қой. Бұл жерде қаншама жеке үйлер бар еді. Ол біреу көнеді, біреу көнбейді. Оны мемлекет алу үшін сотқа береді. Соттың шешімі күтеді неше жылдап. Солай уақыттар өтеді ғой бұл жерде. Ойлаймын, сондықтан ұзақ уақыт созылды деп. 7 жыл или 8 жылдай болып қалды ғой. Қазіргі Дархан Сатыбалды әкім Алматы қаласының жақсы жұмыс істеп жатыр. Өткенде өзі де осы жерлерді тексеріп көріп кеткен. Алматының әкімі Дархан Сатыбалды сияқты болғанда алдыңғы әкімдері Алматы қашан көркейіп кететін еді. Одан алдыңғы әкімдер жұмысы көзге көрінген жоқ. Дархан Сатыбалдының жұмысының істеліп жатқаны көрінеді. Басқа әкімдер сияқты креслосында отырып жұмыс атқарып жатқан жоқ. Бұл жаяу көшемен көше жүріп жұмыс істеп жатыр. Мына мост осыдан бір 10 шақты жыл алдын жасалып жатып, астындағы опалқылары құлап опырылып қалған еді. Тура сол кезде мен осы жерде жүргем, бірақ құлап жатқанын көрген жоқпын. Осы районға жақын жерде жүргем. Кейін құлап дегеннен кейін тез келдім осы жерде. Дәл осы жерге құлаған. Астында бір адам өліп қалды деген. Да миллион. Бүгін ешқандай пробка жоқ. Жексенбі күні таңғы сағат 5-тен 2 кетті. 8-9 минуттың ішінде барып қайтып келдім. Қандай жақсы пробкасыз. Видеоны үзбей Сайына көшесін толық көрсете салайын. Алматыны көргісі келгендер болады, басқа қаладағылар қандай екенін көрсетейін. Алматының бізде Азия парк, оң жағы Ақсай 1 микрорайон. Мост дегенде қалай айтады? Подземка. Төле би көшесі жоғарыдағы. Мосттың төбесімен түсейін бе, астымен өтейін бе? Оң қарап кетсе, Сайына қиылысатын көшелер Момышұлы, Жұбанова, бұрынғы атымен айтылғанда Матазалка, қазіргі Қабдолов. Соларға қарап кетеді.
Сайына көшесі бізде жылдамдық 80 км жүруге рұқсат берілген. Жалпы 90-ға дейін жүруге болады. Қазір мосттың астымен кетіп бара жатырмыз. Мосттың жоғары жағы, оң жағы Ақсай 4, сол жағы микрорайон, 2 микрорайон бар деп кетеді мына жақтар. Алдымыздағы Хиллс бұрынғы домостроительный, қазіргі Ұлытбек көшесі. Әдемі жерлерді көрсеткім келіп жатыр. Мына жерлер қазір тоқтап көрсетейінші. Жаяу аралап жүргенге әдемі жер. Машинаны парковкаға қойын деп жатырмын. Мына оң жақта жол белгі бойынша мына газель дұрыс тұр. Қалған машиналардың бәрі нарушениемен тұр. Мынау оң жақтағы знак бар ғой, мына ортасындағы бордюрге машина жанынан тұру керек, мына газель сияқты. Қазір осылайынан қойсам қалай болады екен? Менде машинамды осылай қоя салдым. Негізінде знак бойынша осылайынан қою керек қой, бордюрдің жанына. Видео анаған баса лайк басып кетіңдер. Жалпы Алматының көрінісі осылайынан.